Барша қазақ еліне сәлем. Дене түршіктіретін жаңалық қарадым жаңа ғана. Ана Күлсарыда болған 8 жасар қызбен. Ол масқара менің жүрегіме тиді. Өйткені өзінде де қызым өсіп келе жатыр. Мынандай педофил деген нәрсе көп болып кетті ғой. Сол үшін де бәріміз қосылып, мынау депутаттардан, биліктен сұрайықшы, ату жазасын енгізсін деп біздің заңға. Мынау гуманный мемлекет дегенді қояйықшы. Дәл соларға келген кезде, дәл сол мынау зорлайтын адамдарға келген кезде, кішкентай сәби балаларды, кәмелеттік жасқа жетпеген балаларды шығарған ғой, оларға кастрация дей ме, бірдеме дей ме, онда емес, өлім жазасын беруге лайықты олар. Егер соның бәрі нақты солар істелінген болса, мен сөзім жоқ, мінекей шын айтайын. Жаңа естіп жүрегім ауып отыр, сондай нәрсеге ату жазасын беру керек, немесе дарға асып тастау керек ондай адамдарды. Олар біздің қазақ елінің жерін таптауға лайықты емес.